Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Біз бүгін үй жағдайында балаларға арналған суши дайындайтын боламыз. Менің балаларым бұл сушиді өте жақсы көріп жейді, сүйіп жейді. Сондықтан да өзім ылғи жасап жүрген рецептіммен сіздермен бөлісе кетейін дедім. Сушиді үлкендерге арнап, жаңа шикі балықтардан роллы деп жасап жеп жатады. Бірақ мен осындай өздерінің ұнататын жаңа шұжық дейміз, колбасасын қосамын, қияр қосамын. Және менің балаларым горох, мынандай кукурузаны жақсы көріп жейді. Сондықтан осыларды ортасына қосып жасап беремін. Олар сүйіп жейді. Сондықтан да қазір осы рецептпен бөлісе кетейін. Міне бізге керек осылай қияр, жаңа колбаса, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша балаларыңыз жейтін. Содан кейін горох және кукуруза. Сонымен қатар бізге мынадай морская капуста дейміз. Морская капустаны мен осындай именно жареный деген түрін алам. Өте дәмді болады. Енді бұл суши жасаған кезде өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ішіне жаңағы начинка істейміз. Салмасын өздеріңіз сала бересіздер. Кез келген өз балаларыңыз, өз отбасыңыз нені қалайды, соны сала бересіздер. Бұның ішінде 10 лист болады. Міне мынадай. Мінекей, осындай. Бұның жареный емес түрде болады, бірақ менің балаларым оны онша жақсы көре бермейді. Осыны жасасам прям жақсы жейді. Өйткені жареный жалпы мына морская капуста деген өте пайдалы ғой. Сондықтан да жегіздіргендеріңіз дұрыс балаларыңызға. Және мен оған арнайы осындай күріш пісіріп қойдым мультиваркаға. Мінекей, күрішіміз пісіп дайын тұр. Енді қазір осыны барығын оп-оңай тез сіздерге суши жасап көрсетейін. Өздеріңіз де жасап білесіздер ғой, бірақ сонда да бөлісе кетейін дедім. Мінекей, енді осылай піскен күрішімізді осындай біздің жаңағы капустамыздың үстіне қойып шығамыз. Өздеріңіз тұзын татытып, дәмділеп, жаңағы күрішті қалай пісіресіздер, солай пісіріп аласыздар. Бала деген, балаларды білесіздер, жаңа күрішті берген тағамдарымызды жемей қойып жатады. Мен осылай жаңағы ішіне арасына білдіртпей жаңағы жегіздірткім келген көкөністерді ақырындап қосып жіберем. Олар сонымен білмей жеп қояды. Кейде болады ғой, бір жемейтін, өздері жақтырмай жататын көкөністері. Сондайлардың бәрін осыған қосып жібересіздер. Осындай әдіспен әдемілеп, мен қарапайым жолмен осылай істей беремін. Қолда бар көкөністеріңізді бәрін өстіп араластырып қосып жібересіздер. Болды. Енді осының үстінен қазір ең бірінші мына горохтарымызды сеуіп шығамыз. Горох қоспайды көп адамдар. Қосып керек, міндетті деп айта алмаймын. Бірақ та негізі балалар сүйіп жейді ғой. Оның үстіне пайдалы. Кукуруза, горохты өстіп қосып жіберем. Суши деген ол өздеріңіздің ойлап тауып неше түрлі қосып, өздеріңіздің фантазияларыңыздан жасай беруге болатын тағам. Мінекей, сондықтан енді осының үстінен қиярларыңызды тізіп шығасыздар. Осылай. Өздеріңіз білесіздер. Қаншалықты қосам дейсіздер, бәрін өздеріңіз. Одан кейін шұжығымызды қосамыз. Мінекей. Бәрімен дәмі үйлесімді, сондай керемет болады. Жасап көріңіздер. Бала деген біздің жасаған тағамдарымызды сүйіп жесе, бізге одан артық еш нәрсе жоқ. Мінекей, осындай жолмен әдемілеп өздеріңіз былай басып орай бересіздер. Мінекей. Мен айтып отырмын ғой, мен қарапайым жолмен жасай берем осылай. Маған қатып қалған қағида жоқ. Сушидің сыртын жаңағыдай өзінің арнайы бітіп орайтындары бар. Жаңағы пищевая пленкамен орап жатады, мысал үшін. Мен мінекей осылай тақтайдың үстіне қойып, жақсылап қысып, ең бастысы қаттырақ орасаңыздар болғаны. Болды міне. Енді қазір жақсылап кесетін боламын.
Міне болды. Енді қазір осыны әдемілеп кесеміз. Қалыңдығын өздеріңіз білесіздер. Пышақтарыңызды кішкене сулап алғандарыңыз дұрыс. Пышақтарыңыз сәл сулап аласыздар да. Содан кейін бүйтіп кесе бересіздер. Қалың десеңіздер қалыңырақ кесіңіздер, жұқа десеңіздер жұқарақ кесіңіздер. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша. Негізі пышақтарыңыз өткір болсын. Және қалың емес, жаңағыдай жалпы жіңішке пышақ дұрыс. Өйткені шын ақтарып тастамау керек. Сонда міне біздің сушиіміз мынадай болады. Әп-әдемі болып шығады осындай. Мен қазір тарелкаға бірден салып жатырмын, өйткені менің балаларым күтіп отыр. Олар жейді қазір. Мама қашан дайын болады деп күтіп отыр. Сондықтан мінекей сіздерге бірден көрсете отырып, қазір балаларымды бірден тамақтандыратын болам. Осындай әдемі суши. Сіздерге көрінбей қалады ма деп мына жаққа қойдым. Камераға дұрыс көрінбей қалыпты. Мінекей осындай әдістермен әдемілеп кесіп, пеш шетіне қоя бересіздер. Өте оңай, өте дәмді, өте сүйкімді. Мінекей мен уже пышағым жаңа бір сулап алуым керек тағы да. Жақсылап қазір бір сулап алайын. Үй жағдайында болғандықтан тойымды ғып осылай ішін толтырып, молынан салып жасағандарыңыз абзал. Үй жағдайында жасалғандықтан жаңағы бәрін өздеріңіз білесіздер. Қандай жаңа ішінде күріштің өзін қатты қылып пісіру керек па, жаңағы жұмсағырақ болсын балаларымызға десеңіздер, жаңағы жұмсағырақ қылып істейсіздер. Бала да біз сияқты ғой, үлкендер жеп отырғанда, мысалы менің балаларым, олар да жаңағы суши жегісі келеді, бірақ көптеген жаңағы олардың денсаулықтарына кішкене зиян келтіретіндей шикі балықтар деген сияқты мен ондайды жаңа беріп, орысша айтқанда рисковать етпеймін. Өздерінің возрасттарына қарай колбасаны да көп жегіздіртпеймін шұжықты. Бірақ осындай арасында қымбатырақ, кішкене жаңағы ішін составында, құрамында жақсы жаңа еттен деп өзіміз қарап оқып жатып сөйтіп аламыз. Көп олар тек ондай колбаса жегіздіртіп отырмаймын. Анда-санда міне осылай суши жасаған кезде арасында алып беретінім бар. Балалар үшін бәріміз өмір сүріп отырмыз ғой. Ең бірінші осылай жаңа горохтарыңыз сүйіп кеткендеріңіз дұрыс. Өйткені мына күріштердің арасына кіріп кетеді да, ол онша шашылмайды. Негізі ненің үстіне, қиярдың үстінен қойсаңыздар, ол жалпы домалақ болып шашылып кетіп жатады. Мына күріштердің арасына бітіп орнықтырып тастайсыздар. Сосын дәмді болады. Енді на любителя дейміз. Кейбір адамдар мысалы ұнатпай жатуы мүмкін, бірақ жалпы балалардың барлығы осы кукуруза мен горохты жеп өскендері дұрыс. Оның ішінде витаминдері бар. Дәруменге бай ғой. Былай кезде де жаңағы кукурузаны да асып мен жаңағы пісіріп беріп жатам жүгеріні. Сіздер де солай істейтін шығарсыздар, жүгеріні асып пісіріп үйде сөйтіп жегіздіртем. Сонымен қатар осылай суши деп оларға енді осындай өзі бір қызықты көрінеді ғой балаға. О деп жаңа қызығып жейді. Сол үшін де міне осылай қияр қосып, несін қосып жаңағы өздерінің колбасаларын қосып сөйтіп жасап алдап беріп жататыным бар. Енді каналым болғандықтан, қазіргі кезде әртүрлі рецепттер түсіріп атқандықтан өте қарапайым болса да сіздермен бөлісе кетейін дедім. Өйткені біріңіз болмаса біріңізге ұнап жатуы мүмкін. Ұнап жаңа қайталап пісіріп жатуларыңыз мүмкін, сондықтан да осылай жасап көріңіздер деп сіздерге айтқым келеді. Бір суши жасау үшін маған анаусы керек, мынаусы керек, мынасын алуым керек деп бас қатырмаймын. Қарапайым жолмен, қолмен ақ осылай орап қарапайым жолмен істей беріңіздер бәрін.
қатып қалған қағида жоқ. Балаларымыз үшін бұл жаңағы сатуға товар емес. Товарный вид деп жатады, бірақ товарный виді де бар. Иә, өте дәмді болып шығады, өте әдемі болып көрінеді. Бірақ өздеріңіз осылай істей беріңіздер. Эксперимент жасап, тамаққа келген кезде араластыра берсең бәрі салат дейді ғой, сол сияқты мына сушиға да бәрін қоса берсеңіздер, өзінше бір әрқайсысы өзінше бір ерекше дәм бере береді. Ерекше дәм беріп, сүйкімді болып шығады. Балаларға міне осы таптырмайтын жаңағы тағам. Таптырмайтын тағам. Морская капустасын да жегіздіртіп аласыздар, горохыңызды да жегіздіртіп аласыздар, қиярыңызды да жегіздіртіп аласыздар. Мінекей. Енді қазір пышағымды сулап келемін да, кесемін. Пышақтарыңыз суласаңыздар жабыспайды. Жұқа әрі өткір болған жақсы пышақтарыңыздың. Филейный деп атады ғой пышақ. Солар өте жақсы келеді. Енді мен филейлі пышақ дайын тұрған жоқ үйде. Енді осылай жасай беремін. Арасында шашылып бара жатса, пышақтарыңыздың жүзін сулап жібересіздер да, дальше жалғастыра бересіздер алардай. Ұлыма жасап қойдым, енді мынау қызыма. Ты готовишь? Иә, балам. Уже готова? Міне қазір дайын болады. Ура! Сенікін жасап қойдым, балам. Әне ауыз тиіп жей ғой, столдың үстінде тұр. Міне мына жерде біреуін алып жеп көр. Казы. Парочками. Жаным, мінекей, өздеріңіз естіп атқандай, менің балам аузынан суы болып, мінекей уже жеп жергісі келіп тұр. Палочкамен мен Саған суши ұнай ма, балам, мама жасаған? Я маған ұнайды суши. Өте дәмді жасай ма, мама? Я қара анашым. Жей ғой. Ас болсын бұтам. Дәмді ма? Мінекей. Аузындағын жеп ап, сосын сөйлейміз баламен. Мінекей болды, сонымен біздің сушиіміз дайын. Ал балапаным жеп көр. Бұл жігіттің аты Алихан. Керемет па? Жаным. Ас болсын ботам. Осы балаларым тамағыңды аузындағын жеп ап, сосын шайнаймыз. Ас болсын күнім. Қазір тағы жасап берем. Жей ғой. Менің балаларым өте жақсы көреді. Жей ғой ботам. Біз палочкамен жейміз, қашып кетемін. Қараңыз. Жей ғой. Мен палочкамен жеймін. Ұнай ма саған? Шашас. Қалыңырақ қып кестім. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, балаларға ыңғайлы қып. Міне, осындай әдемі суши дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір мен 9 листтан біреусінен 9 шығатын болса, уже өздеріңіз есептей беріңіздер. Кереметтей осындай бірнеше суши дайындап аламыз. Менің осы бір порциям жаңа балам сүйіп жейді. Добавка сұрайды. Қызыма да, ұлыма да, мінекей үйдегі жаңағы жолдасыңызға бәріне балық қосып, эксперимент жасап, өздеріңіз жаңағы сливки дейміз, творожный сыр бар мысалы үшін, солардың бәрін қосып, Филадельфия, әртүрлі жаңа сушидің түрлерін жасай берсеңіздер болады. Бірақ мен бүгін жалпы балаларымның сүйіп жейтін сушиін сіздерге көрсете кетейін дедім. Балаларым менің осы түрін өте жақсы жейді. Басқасын теріп, ішінен теріп отырады, бірақ мына жерден ең өздеріне сүйікті, ең керектісі, сондықтан олар өте жақсы көріп жейді. Қайталап сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Жей ғой ботам. Сабонес.